бүгін кезектен тыс 43 сессиясына мәслихаттың 7 депутатынан 5 депутат қатысып отыр. Қатыспаған депутаттар екеу, себеп жағдайлар бар. Сессияны ашу дауысқа саламын. Сессия ашылсын деген депутаттар қол көтеріңіздер. Қарсы қалыс қалу жоқ, сессияны ашық деп жарияладым. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін басқару және өзін басқару туралы заңының 10-шы бабы 2-ші тармағына 19-шы бабы 3-ші тармағына сәйкес аудандық мәслихаттың кезектен тыс 43 сессия сөз жұмысын бастайды. Қазақстан Республикасының жергілікті өзін басқару және өзін басқару туралы заңының 11-ші бабы негізінде кезектен тыс сессияға аудан әкімінің орынбасары Ролан Нұрланұлы, аудандық экономика қаржы бөлімі жоспарлау бюджет жоспарлау бойынша бас маманы Мөлдір Мереке Смайылханова, аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімінің басшысы Жасұлан Жайлаубаев Мәжібаев, Аманат партиясы Күршім аудандық филиалының төрағасы Досым Алтайұлы Жұмағалиев, Күршім аудандық аумақтық сайлау комитеті төрағасының орынбасары Роза Құсайынова Тілеубаева, ауыл округ әкімдері, олардың мамандары қатысып отыр. Сессия отырысы тікелей эфирде көрсетілуде. Құрметті депутаттар, аудандық мәслихаттың бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер тұрақты комиссия отырысында қаралып, талқыланып, кезектен тыс сессияға шығару мақұлданды. Атап айтқанда, бірінші, Күршім аудандық мәслихатының 24 жылғы 25 желтоқсандағы 2025-27 жылдарына арналған Күршім ауданының бюджеті туралы нөмір 31-4 шешім өзгерістер енгізу туралы Мөлдір Мереке қызы Майлыханова, аудандық экономика және қаржы бөлімінің бюджетті жоспарлау бойынша бас маманы. Екінші, Күршім аудандық мәслихатының 24 жылғы 20 наурыздағы Күршім ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшері мен тәртібін айқындау туралы нөмір 20-да шешім өзгерістер енгізу туралы Жасұлан Жайлаубаев Мәжібаев, аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімінің басшысы. Үшінші, сегізінші шақырылған Күршім аудандық мәслихат депутатының өкілеттігін тоқтату туралы Қайрат Тоқанұлы Бақтияр, Күршім аудандық мәслихат төрағасы. Төртінші, Күршім аудандық мәслихатының 24 жылғы 4 наурыздағы 8 шақырылған Күршім аудандық мәслихатының тұрақты комиссияларының құрамын сайлау туралы нөмір 19-дан шешім өзгерістер туралы баяндамашы Қайрат Тоқанұлы Бақтияр, Күршім аудандық мәслихатының төрағасы. Күн тәртібін бекітуді дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалушы жоқ, күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессияны жүргізу регламентін бекітуіміз қажет. Мәселелер бойынша баяндамашыға 10 минутқа дейін, анықтама хабарламалар 3 минутқа дейін. Дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалушы жоқ, регламент бекітілді. Аудандық мәслихат регламентіне сәйкес санақ комитетіне хатшылық тобын сайлауымыз қажет. Санақ комиссиясы құрамына мен ұсынамын. Депутаттар Ләззат Құмарова, Достық Дәулетжанұлы Қатановты, хатшылық тобына Арғынбек Ақманұлы Қабдуллинді, Қанат Мұханұлы Қидатаевты ұсынамын. Дауысқа саламын. Қарсы қалыс қалушы жоқ. Санақ комитетіне хатшылық тобының құрамына бекітілді. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Күршім аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы 2025-27 жылдарына арналған Күршім ауданының бюджеті туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы сөз аудандық экономика және қаржы бөлімінің бюджет жоспарлау бойынша бас маманы Мөлдір Мереке қызы Майлыханова беріледі. Құрметті Ролан Нұрланұлы, Қайрат Тоқанұлы, құрметті депутаттар және мәслихат сессиясына қатысушылар. Күршім ауданының 2025-27 жылдарға арналған бюджетін нақтылауға 2025 жылдың 15 қазанда өткен облыстық бюджеттің нақтылануы негіз болып отыр. Бюджеттің кіріс бөлігі 40 миллион теңгеге ұлғайтылып, облыстық бюджетке қайтарылды. Облыстық бюджет қаражат есебінен төмендегідей трансферттер бөлінді. 9 миллион 251 мың теңге атап айтқанда, мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын арттыруға 8 миллион 301 мың теңге. Азаматтардың кейбір санаттарын әскери қызметшілердің қаза тапқан, із-түзсіз жоғалған немесе жарақат салдарынан қайтыс болған отбасыларына 950 мың теңге. Облыстық бюджет қаражаты есебінен төмендегідей трансферттер қысқартылды. 12 миллион 337 мың теңге атап айтқанда, атаулы әлеуметтік көмек төлеуден 3 миллион 700 мың теңге, 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакетте 1 миллион 800 мың теңге, жеке көмекшілердің қызметтерінен 256 мың теңге, протездік ортопедиялық құралдармен қамтамасыз етуге 1 миллион теңге, протездік ортопедиялық техникалық, тифлотехникалық құралдарға 1 миллион теңге, санитарлық коммуналдық емделуге 4 миллион 500
Құрметті депутаттар, Мөлдір Берекеқызы сұрақтарыңыз бар ма? Енді бұл мәселе тұрақты комиссия отырысында қаралды, талқыланды. Шешім жобасы қолдарыңызда, шешім жобасын дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ, шешім бекітілді. Рахмет. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Күршім аудандық мәслихатының 24 жылғы 20 наурыздағы Күршім ауданында тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен тәртібін айқындау туралы нөмір 20 шешім өзгерістер енгізу туралы сөз аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Жасұлан Жайлаубайұлы Мәжібаев беріледі. Құрметті Ролан Нұрланұлы, Қайрат Тоқанович, депутаттар және сессияға қатысушылар, Күршім ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мемлекеттік мекемесі мен Күршім аудандық мәслихатының 2024 жылғы 20 наурыздағы 20-3 Күршім ауданында тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен тәртібін айқындау туралы шешіміне өзгеріс енгізу шешімінің жобасы әзірленді. Осы шешім жобасын әзірлеудің мақсаты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келтіру болып табылады. Бұрын мемлекеттік қызмет көрсету 8 күнді құраса, енгізілген өзгерістерге сәйкес 6 күнді құрайтын болады. Шешім жобасында көрсетілген шешімнің бірінші қосымшасындағы 6-шы тармағын жаңа редакцияда жазу қажет. 6-шы редакция: көрсетілген қызметті алушы немесе оның сенімхат заңдарға, сот шешіміне не әкімшілік құжатқа негізделген өкілі тұрғын үй көмегін тағайындау үшін 90-1 қағидаға сәйкес азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорация немесе электрондық үкімет веб-порталына жүгіне алады. Құжаттарды қарау және тұрғын үй көмегін көрсету туралы шешім қабылдау немесе көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап беру мерзімі мемлекеттік корпорациядан немесе электрондық үкіметтің веб-порталынан құжаттардың толық топтамасын қабылдаған күннен бастап 6 жұмыс күнін құрайды деген жаңа редакцияда бекітіп берулеріңізді сұраймын. Құрметті депутаттар, Жасұлан Жайлаубайұлы сұрақтарыңыз бар ма? Бұл да тұрақты комиссия отырысында жан-жақты қаралып талқыланды. Шешім жобасы қолдарыңызда, шешім жобасын дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ, шешім бекітілді. Рахмет. Күн тәртібіндегі келесі мәселе 8 шақырылған Күршім аудандық мәслихат депутатының өкілеттігін тоқтату туралы сөз кезегінде. Құрметті депутаттар, бұл мәселе тұрақты комиссия отырысында қаралған, таныстыру қажет па? Онда дауысқа саламын. Шешім жобасы қолдарыңызда, шешім жобасын кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ, шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Күршім аудандық мәслихатының 24 жылғы 4 наурыздағы 8 шақырылған Күршім аудандық мәслихатының тұрақты комиссияларын құрамын сайлау туралы нөмір 19 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселеде таныстыру қажет па? Енді құрметті депутаттар, бұл мәселе тұрақты комиссия отырысында жаңа айтылды, талқыланды. Шешім жобасы қолдарыңызда, шешім жобасын дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ, шешім бекітілді. Құрметті депутаттар, сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз бар ма? Барлық сұрақтар толығымен қаралды. Осымен кезектен тыс 43-ші сессия өз жұмысын аяқтайды. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, сессияны жабық деп жариялаймын. Қатысқандарыңызға рахмет.